Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қызық болсын арнасы сіздермен қызықты ақпараттан бөлісуге әрқашан дайын. Ал сіздер бізге жазылып, видеоны соңына дейін көруге дайынсыздар ма? Ал ендеше бастаймыз. Кеттік. Ассалаумағалейкум достар, тағы да биыл 2020 жылды аяқтадық. Бүгін 2021 жылдың 3-ші таңы. Аллаға шүкір, барлығы жақсы болады дегенде үміттеміз. Алла қалап 2021 жылды жақсы өткізіп, үлкен жетістіктерге жетуімізді Алла нәсіп етсін. Ал 2020 негізі барлық бұл жағдайлардың барлығын Алла қалады. Алланың қалауымен болған нәрсе. Бірақ әлем елдері 2020 жылды ең қазалы, ең апатты жыл деп санады. Және де әлем тарихындағы ең ауыр жылдардың бірі болып тарихта қалатын болды. 2020 жылы басынан аяғына дейін болып өткен оқиғалар әлем тарихындағы ең алпауыт соққылар болып есептелді. Бұндай 2020 жылда апатты жыл соңғы ғасырларда мүлдем дес бермеген болатын. Алайда биыл 2020 жылда бұл тарихи оқиға біртіндеп жүзеге аса бастады. Бұл тарихта қаларлықтай жыл болды. Ал ендеше 2020 жылы не болғанын сіздерге тізбекке тізіп берейік, бізбен бірге болыңыздар. Сондай-ақ 2020 жыл бір өте ауыр жыл болды. Если 2020 жылға байланысты бір кино түсірілетін болса, таңғалудың қажеті жоқ. Себебі 2020 жыл бір Голливудтық киноның, я болмаса израильдердің түсіріп жатқан бір киносының трейлері сияқты болып өтті ғой. Өте қорқынышты, апатқа толы, өте ауыр түрде. Айта берсек көп қой енді жалпы. Бейруттағы оқиға, Армения мен Әзербайжан, Иран мен Америка, Россия мен Түркия сияқты елдердің арасындағы қарулы қақтығыстардың өзін бір үлкен андай кинолардан ғана көретін соғыс қой. Бірақ көрдік та, осына 2020 жылы көптеген адамдар қайтыс болды, үйге қамап қоятындай, карантин, пандемия жағдайына түсетіндей вирус табылып, бүкіл халық қамалып қалды. Бұндай нелерді көбіне кинолардан көріп жатамыз ғой. Мысалы, Голливудтың киносында, мысалы, зомби фильмінде де халық үйіне қамалып қалды. Дәл сондай жағдайда біздің, бірақ зомби емес, коронавирус ауада тарқалатын ауру. Неше түрлі жағдайлар болды. Біздің қазақ елі үшін ауыр соққан жыл болды, қазақ елі үшін. Себебі қазақ елі 3 бірдей арысынан айырылды. Әбдіғаппар Сманов, Бейсен Құранбек және де Дастан Мырза. Бұл үш кісіде енді айтарлықтай орны бар еді қазақтар үшін. Әсіресе Әбдіғаппар Сманов пен Бейсен Құранбектің орны ерекше болған тұғын. 2020 бұл халықтың елеулі, халықтың қалаулыларын, мынау халықтың қалаулысы еді, мынау халықтың елеулісі еді, мынау керек еді, мынау керек емес еді деген әңгіме болған жоқ. Барлығын алып кете берді, жалмап кете берді. Өмір ғой, қайтеміз, көреміз. Алла осылай қалаған екен, Алла осылай болды қайтеміз енді, Алла осылай болды қалаған екен, осылай болды жазған екен. Алланың жазғанына қарсы тұруға ешкімнің несі тұрмайды ғой, жетпейді ғой, күші жетпейді ғой. Одан бөлек қарап тұрсақ, 2020-да көптеген қазақтар түркі әлеміне ауыр соққан жыл болды. Мысалы, Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында Сардоба бөген суының жарылуы, одан бөлек Қырғызстандағы білесіздер ғой, үлкен бір төңкеріс болды, басшысы кетті, басшысын өзі қуып жіберді. Түркия Ресеймен қарсы тұрып қалды.
және де Армения мен Азербайжан арасындағы да қақтығыс, Иранның бөлек шығуы Тұран одағынан бір сондай бір ауыр жылдардың бірі болды енді. Және де андай Түркия мен Россияның арасындағы соғысқа қарамай, бір соғыс емес, андай өзінің қақтығыстары, бірақ бұл түркі әлеміне де қатысы бар деп ойлаймын. Осындай бір сәтсіз кезеңде, осындай бір қарбаластың кезінде 2020 жылда Түркияда болып өткен жер сілкінісі Түркияға бір ауыр соққы болды. Бір сондай бір жағдайдың үстіне тағы бір не болғандай болды. Жығылғанға жұдырық ұрғандай болды дейді ғой кейде сөздерімізде. Дәл сондай жағдай болды. Енді бұл жылдың әлемге бір ауырлығы болды. 2020 жыл карантин болып жатты. Бүкіл халық үйінде қамауда жатты. Карантинде ешқандай бір не болған жоқ. Мемлекет қолынан келгенше қолдау жасады. Байлар бір өзінің қолынан келетін барлық жақсылығын халыққа жасай білді. Бәлкім олар ойлаған шығар 2020 ақыр заман болып қалады деп. Бірақ Құдай сақтасын, ондай болған жоқ. Алайда сондай болып қалар деп қолынан келгенше жақсылығын жасағандарға Алла разы болсын. Алла беруші де алушы да бұл жақсылығының да бір қайырын көрер. Осындай бір жағдай болып жатқан кезде біздің Австралия бөліктерде және де солтүстік Америкада кешіресіздер. Солтүстік Америкада өрт болып жатты. Америка құрама штаттарына дейін жетіп келген, Канадада басталған. Өте ауыр, өте үлкен болды. Желдің күшімен ол өрт өте үлкен деңгейге көтерілді. Жан-жақтағы мемлекеттерден көмек сұрап өрттің ауыздықтады. Алайда биылғы 2020 жылғы адам шығынына қарағанда жан жануарлар шығыны 2-3 есеге көбейді. Себебі Канадада әжептәуір шамасы 10 миллионға жақын жануарлар қырылды деп айтылды. Кейбір жерлерде 10 миллионға жуық деп айтылады. Және де ол жерде неше түрлі, сенбеймін деп айтайын десем мүмкін емес. Ол жердегі бір ормандағы жан жануарлардың көптігі айту сөз жетпейді ғой. Кейін Қазақстанның алдындағы 2-3 мемлекет алдында тұратын Канада мемлекет осындай шығынға ұшырап жатты. Ал сондай бір содан кейін бір Африка жақтарда шегіртке жауыны болды. Шегіртке жауды кәдімгідей аспаннан. Жаңа кешіресіздер, 10 миллион деп қателеспін, 1 миллиард 200 мың жануарлар мен құстар қырылған екен Австралиядағы болған өртте. Шегіртке жауыннан соң әжептәуір шығын келді. Айтарлықтай шығын есептелінді. Африка халықтарының қаншасы қырылып қалды. Және де жауған шегірткелер 82 миллион халықтың несібесін жеп кетті. Және де 2020 жыл азаматтық соғыссыз да айналып кеткен жоқ. Азаматтық соғыс Америкада болды. Америкадағы қара нәсілділер мен ақ нәсілділердің арасында болды соғыс. Оған себеп Мачирио деген қара нәсілді адамның өлімі болып табылды дейді. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге қызық болсын арнасы сіздерге қызықты ақпараттарын ұсынуға әрқашан дайын. Біздің келесі блогымызды күтіңіздер. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Алдағы 2021 табысты, дәулетті, сәулетті, ең керемет жылдардың бірі болсын. Аман сау болыңыздар. Кеттік.